Hayırlı gün, kalaysızlar, iyi günler, nasılsınız, iyi misiniz? Türkçe derslerimizin 5.sine geldik. Bugün 5. ders. Biz buradayız. Dünyamız, çocuk ve baba. Бұл жерде әке мен баланың диалогы бар. Dünyamız деп отырғанымыз, дүниеміз, жер шары, жалпы біздің әлеміміз. Baba, efendim oğlum, bu ne? O bir küre. Küre mi? Evet. Bak, bunlar kıta. Dünyada 6 kıta var. Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Antarktika ve Avustralya. Bak, burası Asya, şurası Afrika. Şurada beyaz bir yer var. Orası neresi? Orası Antarktika. Antarktika'da her yerde buz var. Peki bu mavi yerler neresi? Oralar okyanus. Okyanus mu? Okyanus ne demek? Onlar çok büyük ve derin denizler. Burası neresi? Orası Çin. Çin de bir kıta mı? Hayır, ülke. Çok kalabalık bir ülke. Bak, bunlar da başka ülkeler. Finlandiya, Rusya, Hindistan, Mısır. Mısır, orada çok mu mısır var? Hayır, bu ülkenin adı. Orası uzak mı baba? Yo, yakın. Peki Türkiye nerede? İşte tam burada. Bak, biz de şuradayız. 2 nokta mıyız? Evet oğlum, dünyada sadece 2 küçük noktayız. Бұл жерде әке мен баланың диалогы. Мұнда не туралы айтылып жатыр? Жалпы глобус және глобустағы құрлықтар, елдер туралы айтылып жатыр. Küre деп отырғанымыз, küre, яғни бұл глобус. Kıta, өздеріңіз де біліп отырған шығарсыздар, бұл құрлық, материк. Dünyada 6 kıta var дейді. Ülke деген ел, мысалға қандай елдердің аттары бар? Çin деген Қытай. Finlandiya, Rusya, Hindistan, Mısır. Mısır, orada çok mu mısır var? Mısır деген Египет, Mısır елі. Сондай-ақ жүгеріні де түрікше Mısır деп айтады. Егер бұл Mısır деген сөз үлкен әріппен жазылса, онда ол елдің аты деген сөз. Ал егер кіші әріппен жазылса, бұл Mısır деп отырғанымыз жүгері. Мысалы, патламыш мısыр дегеніміз, патламыш мısыр бұл попкорн. Сондай-ақ казак. Мысалы, ұлттың аты казак. Бұл үлкен әріппен жазылады. Және кіші әріппен жазылатын казак деген сөз бұл джемпір, киімнің бір түрі. Мысалы, Түркияда жүрсеңіз, көптеген дүкендердің терезелерінен, витриналарынан сіз казак 200 лира, казак 500 лира деген сияқты жазуларды көруіңіз мүмкін. Бұл жердегі казак деп отырғаны ол киім. Сондай-ақ бізді де казак деп айтады. Ал енді осы диалогқа байланысты, текстке байланысты тапсырмаларымыз бар. Соларды жасайық. Doğru, yanlış, dürüst, қате. Antarktika bir kıta. Antarktika bir құрлық, материк. Bunun cevabı doğru. Çin kalabalık bir ülke. Çin, yani halkı öte көп bir ел. Бұл da doğru. Mısır uzakta. Mısır, Египет uzakta дейді. Бұл жаңа диалогта yo yakın деп айтты баланың сұрағына әкесі. Яғни бұл yanlış. Okyanuslar derin. Derin дегеніміз терең. Бұл doğru.
Var, yok. Yani осы диалогта мына нәрселер айтылды ма, бар ма, жоқ па? Baba ve oğlunun memleketi. Memleket түркшеде бұл негізінен бір адамның туған жерін, қаласын сұраған кезде, айтқан кезде қолданылады. Мысалы, мемлекет neresi десе, мемлекет Анкара, мемлекет Измир, мемлекет Адана деген сияқты өзінің туған жерін айтады. Ал біздегі қазақ тіліндегі мемлекет сөзінің түркшесі devlet, devlet. Ал ülke дегеніміз ел. Okyanus nedir? Диалогта океанустың не екені айтылған ба? Иә, var. Бірінші сұрақтыңқы yok, себебі олардың қай қаладан екендігі айтылмаған. Okyanus nedir? Okyanustың не екені var, айтылған. Dünyadaki ülke sayısı, әлемдегі, дүниедегі елдердің саны, ол жоқ, yok. Антарктика niçin beyaz renk? Мысалы, жаңағы глобустағы ақ жерді сұрады. Антарктиканың не үшін ақ екендігі бұл айтылған, яғни var. Çünkü orada ne дейді? Buzlarla kaplı, яғни мұздар бар, мұздармен kaplı деген, жаңа барлық жерді мұз алып жатыр деген сөз. Zıt anlamlarını bulalım. Zıt anlam бұл антоним. Eş anlam болатын болса, ол синоним болады. Бірінші, uzak. Uzak деген сөздің антонимі, zıt anlamı nedir? Yakın. Soğuk, soğuk. Onun antonimi ыстық, yani sıcak. Büyük, үлкен, küçük, кішкентай, çok, көп. Çok деген көп дегенді білдіреді, және біздегі күшейтпелі шырай өте деген бар ғой, мысалы. Çok seviyorum, өте қатты, жақсы көремін, өте дегенді де. Çok özledim, өте қатты, яғни қатты сағындым. Сондай-ақ көп деген мағынаны да білдіреді. Çok az, көп, az. Міне жауаптары. Antarktika bir kıta, Çin kalabalık bir ülke, Mısır uzakta, ol yanlış, okyanus derin, doğru. Baba ve oğlunun memleketi yok, okyanus nedir, var. Dünyadaki ülke sayısı yok, Antarktika niçin beyaz renk, var. Ve tömende zıt anlamlar, yani antonimler. Uzak, yakın, soğuk, sıcak, büyük, küçük, çok, az. Ülke, milliyet, dil. Ülke degenimiz жаңа айттық, ел. Milliyet, ұлт, dil, тіл. Мына жерде біз бірнеше елдерді, ол елдің азаматтарын, яғни сол елде тұратын ұлт өкілдерін қалай атаймыз түркше, және олардың тілдерін қалай айтамыз, соны бердік. Бұларды жаттап алыңыздар. Бірінші, Almanya. Almanya бұл Германия. Almanya, Alman, Almanca. Germania, неміс, немісше. ABD, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Құрама Штаттары дегеннің қысқаша түрі. ABD, немесе жай ғана Америка деп айтуымызға да болады. Amerikan, İngilizce. Azerbaycan, Azeri, Azerice. Жалпы Азери сөзі көптеген кітаптарда, көп жерде, және Азериce деген тіл, бұл көп кітаптарда осылай кездеседі, бірақ соңғы кездерде мұны Азери, Azerice деп емес, Azerbaycan türkü, Azerbaycan türkçesi, Azerbaycan türktері, Azerbayjandықтар үшін түркшеде Azerbaycan türktері деп айтады, яғни Azerbaycan türkleri, Azerbaycan тілі үшін Azerbaycan türkçesi, Azerbaycan türkçesi деп соңғы кезде бұл көп кең қолданылып келе жатыр. Негізінен Azerbayjanda тұратын адамдарды Azerbaycanlı немесе Azerbaycan türktері деп атаған, тілдерін Azerbaycan türkçesi деп айтқан дұрысырақ болады. Жалпы бұл көп жерде кездеседі солай. Алайда біз алған кітапта
Осылай тұрғандықтан біз оны өзгертпестен дәл осы күйінде қойдық, яғни азери ве азериже деп. Bulgaristan, Болгария, Bulgar, Bulgarca, Çin, Çinli, Çince, Fransa, Fransız, Fransızca, Güney Kore, Güney Koreli, Korece. Koreya bilесіздер оңтүстік және солтүстік болып бөлінеді. Güney Kore, оңтүстік Корея, Kuzey Kore, солтүстік Корея. Hindistan, Hintli, Hintçe. İspanya, İspanyol, İspanyolca. Japonya, Japon, Japonca. Kazakistan, Kazak, Kazakça. Kırgızistan, Kırgız, Kırgızca. Mısır, Mısırlı, Arapça. Özbekistan, Özbek, Özbekçe. Rusya, Rus, Rusça. Türkiye, Türk, Türkçe. Türkmenistan, Türkmen, Türkmence. Ukrayna, Ukraynalı, Ukraynaca. Елдерді және ұлттардың аттары мен тілдердің аттарын, түркшелерін міндетті түрде жаттап алыңыздар. Ad cümlesi şimdiki zaman. Ad cümlesi қазақшада бұл есім баяндауышты сөйлем деп келеді. Yani men, sen, ol, biz, siz, olar. Ben öğrenciyim. Men оқушымын, немесе мен студентпін. Sen iyi bir insansın. Sen жақсы bir adamsın. O yorgun değil mi? Ol şarşаңқы емес пе? Biz şimdi sınıftayız. Biz қазір sınıftamız. Siz tembel değilsiniz. Sizler, siz жалқау емессіздер. Çocuklar kreşteler, balalar bala бақшада. Бұл жерде біздің жалғауларымыз бірінші ben, мен болған кезде им, Егер дауыстыдан кейін бұл жалғанатын болса, арасына е әрпі қойылады. Sen болса, сын, син, сун, сүн жалғанады. Үшінші о, үшінші жақта ешқандай жалғау жалғанбайды. Biz бұған ыз, из, уз, үз жалғанады. Siz, siz, яғни сыныз, сiniz, соныз, сүніз деген жалғау. Ал үшінші жақтың олар көпше түрінде лар немесе лер жалғанады. Бұл болымды сөйлемде. Ал болымсыз сөйлемде болған кезде değilге жалғаймыз бұл жалғауларды. Mesela ben öğrenci değilim. Ben öğrenciyim değil demeyimiz. Ben öğrenci değilim. Sen öğrenci değilsin. O öğrenci değil. Biz öğrenci değiliz. Siz öğrenci değilsiniz. Onlar öğrenci değiller. Al сұрақты қалай қоямыз? Ben öğrenci miyim? Men оқушымын ба? Men студентпін бе? Ben öğrenci miyim? Sen öğrenci misin? O öğrenci mi? Biz öğrenci miyiz? Siz öğrenci misiniz? Onlar öğrenciler mi? Бұл сұраулы, сұрақ түрі. Мұны да жаттап алыңыздар. Бұл жердегі мына жалғаулар маңызды. Және оның болымсыз түрі мен сұрақ түрінде де қалай болатындығын жаттап алыңыздар. Ал енді тапсырмамыз бар. 8 тапсырма. Біріншісі, siz mühendis сұрақ болған кезде misiniz? Siz mühendis misiniz? Яғни siz injinersiz be? Evet, biz mühendisiz. Hayır, biz mühendis değiliz. O bir kitaplık mı? O және onlar болған кезде жалғау жалғанбайды. Онларда тек көптік жалғау жалғанады, бірақ
O'da ешқандай жалғау жалғанбайды. Yani сұрақтың өзі ғана болады. O bir kitaplık mı? Evet, o bir kitaplık. Hayır, o bir kitaplık değil. Şu kız İspanyol mu? Mına kız İspanyalık. İspanlık. İspan ba. Evet, o kız İspanyol. Hayır, o kız İspanyol değil. Ben güzel miyim? Ben güzel miyim? Men sulumun ba. Evet, sen güzelsin. Ya, sen sulusun. Hayır, sen güzel değilsin. Biz yaşlı mıyız? Evet, siz yaşlısınız. Hayır, siz yaşlı değilsiniz. Burası kuaför mü? Evet, burası kuaför. Hayır, burası kuaför değil. Dosyalar rafta mı? Evet, dosyalar rafta. Hayır, dosyalar rafta değil. Ne olmasa evet dosyalar raftalar. Hayır, dosyalar rafta değiller. Aycan ve Serkan, yani onlar evli mi? Aycan ve Serkan evli mi? Evet, onlar evliler. Hayır, onlar evli değiller. Сабағымыздың соңында мына тапсырманы сіздерге үй тапсырмасы ретінде беремін. Жазыңыздар, жаттап алыңыздар және осы сабақтың астына комментарий ретінде жазсаңыздар да болады. Яғни неде 100 жыл бар? Біріншісін айтайын. Bir asırda 100 yıl var. Bir ғасырда 100 жыл бар, ya. Одан кейін bir нәрседе 24 сағат бар, 4 апта бар, 60 минут бар, 7 күн бар, 60 секунд бар, 12 ай бар. Осы уақытқа қатысты өлшемдерді сәйкестендіріп, орындарына қойып, астына комментарийге жазып кетіңіздер. Сабақты мұқият тыңдап, ережелерді дұрыс түсініп, және қайталап жүріңіздер. Барлық сабақтар бір-бірімен байланысты, сондықтан бірінші сабақтан бастап, егер түрік тілін үйренемін десеңіздер, үйренгілеріңіз келсе, әр сабақты тыңдап, оны өздеріңізге жазып алып, ережелерді жаттап, қолданып, қайталап жүріңіздер. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.